Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Нұрмат Қымбат. Және де біз қазақ әдебиеті пәнінен нұсқаталу жасайтын боламыз. Бірінші сұрақ: Қыз жібек жырының кейіпкерлері кімдер? Жібек пен Төлеген, Қыз жібек пен Баян, Жібек пен Қозы, Жібек пен Естай. Бұл жерде дұрыс жауап Жібек пен Төлеген. Екінші сұрақ: Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясы неше кітаптан тұрады? 4, 2, 3, 5. Бұл жерде дұрыс жауап 4. Еңлік кебек пьесасын кім жазды? Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Ильяс Жансүгіров. Бұл жерде дұрыс жауап Мұхтар Әуезов. Айқап журналы қай жылы шықты? 1911, 1912, 1905, 1917. Бұл жерде дұрыс жауап 1911 жылы Айқап журналы шыққан болатын. Абай Құнанбаевтың шын есімі кім? Ибрахим, Әбдірахман, Шоқан, Сұлтанмахмұт. Бұл жерде дұрыс жауап Ибрахим. Қобыланды батыр жыры қай жанрға жатады? Эпос, лирика, драма, роман. Қобыланды батыр жыры эпос жанрына жатады. Қазақ әдебиетіндегі алғашқы роман қайсы? Қамар сұлу, Шығаның белгісі, Ботагөз, Қартқожа. Қартқожа алғашқы роман емес, Ботагөз алғашқы роман емес, Шығаның белгісі алғашқы роман емес. Бұл жерде дұрыс жауап Қамар сұлу. Шортанбай Қанайұлы қай дәуірі ақыны? Зар заман, ағартушылық, кеңестік, тәуелсіздік. Шортанбай Қанайұлы тәуелсіздік, кеңестік, ағартушылық дәуірі ақыны емес. Шортанбай Қанайұлы зар заман ақыны. Көшпенділер трилогиясының авторы кім? Ильяс Есенберлин, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин келмейді, Ғабит Мүсірепов келмейді, Мұхтар Әуезов келмейді. Яғни бұл жерде дұрыс жауап Ильяс Есенберлин. Жамбыл Жабаевтың айтысқан ақындарының бірі: Құлманбет, Сүйінбай, Шашубай, Кемпірбай. Кемпірбай дейтін ақын жоқ, Шашубай, Сүйінбай деген ақындармен айтысқан жоқ. Яғни бұл жерде дұрыс жауап Құлманбет. Шығаның белгісі повесінің авторы кім? Бейімбет Майлин, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ильяс Есенберлин. Бұл жерде дұрыс жауап Бейімбет Майлин. Оян қазақ жинағының авторы: бұл өте оңай. Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров. Әрине бұл жерде дұрыс жауап Міржақып Дулатұлы. Ыбырай Алтынсаринның алғашқы әңгімелер жинағы қалай аталды? Қазақ хрестоматиясы Маса, 40 мысал, балаларға базарлық. Маса, 40 мысал, балаларға базарлық емес. Дұрыс жауабы Қазақ хрестоматиясы. Ботагөз романын кім жазды? Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Бейімбет Майлин, Ильяс Есенберлин. Ильяс Есенберлин жазған жоқ, Бейімбет Майлин емес, Ғабит Мүсірепов келмейді. Яғни бұл жерде дұрыс жауап Сәбит Мұқанов. Мағжан Жұмабаевтың шығармашылық бағыты: символизм, реализм, романтизм, сатира. Сатира емес, романтизм емес, реализм емес, символизм. Мен жастарға сенемін өлеңінің авторы кім? Мағжан Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы. Міржақып Дулатұлы емес, Ахмет Байтұрсынұлы емес, Сұлтанмахмұт Торайғыров келмейді. Бұл жерде дұрыс жауап Мағжан Жұмабаев. Қазақ газетінің бас редакторы кім болды? Ахмет Байтұрсынұлы, Алихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытов. Бұл жерде дұрыс жауап Ахмет Байтұрсынұлы. Абай жолы үшін Мұхтар Әуезовке берілген марапат: Лениндік сыйлық, Нобель сыйлығы, Алтын орден, әдебиет ордені. Әдебиет ордені мен марапатталған жоқ, Алтын орден берілген жоқ, Нобель сыйлығы алған жоқ. Яғни бұл жерде дұрыс жауап Лениндік сыйлық. Мұқағали Мақатаевтың шын есімі кім? Мұхамедқали, Мұқатай, Мұхамеджан, Мұхтар. Мұхтар, Мұхамеджан, Мұқатай деген есімдер сәйкес келмейді. Яғни бұл жерде дұрыс жауап Мұхамедқали. Алаш партиясының мүшесі болған ақын жазушылардың бірі: Мағжан Жұмабаев, Сәбит Мұқанов, Мұқағали Мақатаев, Жамбыл Жабаев. Бұл жерде дұрыс жауап Мағжан Жұмабаев. Осымен біздің бүгінгі нұсқаталауымыз аяқталды. Көргендеріңізге рахмет.